Өздеріңіздің ұлдарыңыз, қыпшақтың бала шығып жатыр, бұл қошаметтайма соқ қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, тірліктің тұмарындай, бірліктің бұлағындай болған ардақтас ағайындар, жекжат жақсылар қауымы, қош келдіңіздер. Армысың бір Аллаға сыйынған ел, басына бақ пен дәулет бойырған ел, ағайын қош келдіңдер, сіздер үшін сый құрмет сыйым дәлел, антымақпен бірліктің арқасында төбеден татулығы құйылған ел. Ассалаумағалейкум, сәлем берін төріне осы кештің жиылған ел. Алладан жауып нұр көктен, тойларыңыз болсын гүл көктен, сіздерге деген құрметпен Асылбек Асанұлы Шымкенттен. Рахмет, ой тамаша. Бүгін міне батырда туған анадан, ақында туған анадан, ананың биік тұғыры анадан туған бар адам, пайғамбары Мұхаммед ананы биік санаған десе, анаңды Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да қарызынан құтыла алмайсың дейді. Осы анамыз аман болсын деп әдемі той жасап беріп жатырған, өсіп өніп көктеген, адалдықтың еліне беттеген, тамыры терең, өмірі бөлең, шаңырағы аталы, дастарханы баталы, алтын ашықтай ол, күміс қасықтай қас тәрбиелеген киелі бүгін Айдарбаевтар әулетінде бір әдемі қуаныш айтулы мереке ардақтас ағайындар. Ат тұяғын тай басар десе, мынау орында бар оңалар десе, біздің осы ел сыйлаған осыны марқұм Ахмет ағамыз көрмесе де, Құдай қосқан қосағы мәңгілік махаббаты сүйікті жан-жары, біздің Құттыгүл анамыз жаннан жақын жандар жинап, бір әдемі 18 жасын жасап жатыр. Тойлары тойға аласың Құдай қалса. Осы Қыпшақ әулетіне келін болып түсіп, 2 ұл, 2 қызды дүниеге келіп, өсіріп, өндіріп, мынау ардақтас ағайындар, келген меймандармен әдемі қуанышымызды бөлісейік деп жасап жатқан тойына тағы да қош келдіңіздер. Той иесінің тұғыртасы биік болсын деп, той иесінің тойы құтты болсын деп, бір жақсылап қошаметтай қосып қойыңыздар. Рахмет. Біз бүгінгі той мазмұны былай болсын, қайта сөйлей беріп жиналыс емес, болмаса бір билеті бер би жарыс емес, бүгін ән мен жырға толы ойын күлкі бір әдемі демалыс болсын. Біз қазақ өзі тойға келген жазығамыз, келгеннен кейін кеткен жазығамыз. Былай жасайық, бүгін асықпай апай, әндер көп жырғалады, әнші қыздар бар, домбыра баймен ән жырғаймыз. Мынау ойын ойнатылады деп кеше алаштан олып тойда көп сыйлық алғанбыз апа. Соның бәрін ойнатамыз бүгін. Бәріне жететін сыйлық қойғанбыз. Сондықтан ардақтас ағайындар, бүгін үйге асықпай қояйық. Қазір енді осы той иесін әдемі әңгімелен шығарып алсақ, осында менің Баноршерінің ардақтас ағайындар анасының әдемі мерейлі тойына анам деген әдемі ән дайындаған болатын. Сол әннің аясында біздің анамыз ортаға шығарып алайық. Қошемет дайымай соғып, той иесіне деген құрметіміз болсын. Орнымыздан тұрып қарсы алсақ мақұл. Келіңіз.